Арыковтар жүректен білім таратқан әулиет. Алдарыңызда мақтанышпен, ерекше бір тебіреніспен сөз алып отырмын. Себебі мен өмірін бала тәрбиесіне арнаған, білім шамын жаққан, ұлағатты жандардың әулетіненмін. Біздің отбасымыз ұстаздар әулеті. Бұл үлкен мәртебе ғана емес, зор жауапкершілік. Бір әулеттен бірнеше ұстаздың шығуы кездейсоқтық емес. Бұл бір-біріне жалғасқан жүрек таңдауы. Ұрпақтан ұрпаққа берілген ізгі мұра. Адал қызметке деген адалдықтың көрінісі. Ұстаз болу мамандық емес, бұл өмірлік миссия. Жүрек қалауымен таңдалатын қасиетті жол. Арыковтар әулетінде әр буын өз заманның талабына сай шәкірт тәрбиелеп, елге қызмет етті. Олардың бойындағы ұстазға тән сабыр, мейірім, талапшылдық, әділеттілік секілді қасиеттер біз үшін бағдаршам іспеттес. Солардан үлгі ала отырып, біз де бұл жолды жалғап келеміз. Ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру біздің ең басты мақсатымыз. Жаңа заман талабына сай бола отырып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, оқушы жүрегіне жол табу әрбір ұстаз әулетінің парызы деп білеміз. Ұстаз ұлт болашағын тәрбиелейтін тұлға. Ал ұстаздар әулеті тұтас бір мемлекет, тұтас бір рухани шаңырақ. Осындай қасиетті отбасылар арқылы елімізде адал, білімді, рухани бай азаматтар тәрбиеленіп, өсетініне сенеміз. Dobrý den všechny učitelky a učitelé okresu Kyzlžár. Jsem absolventka školy Lyceum 50 a studentka Univerzity Karlovy v České republice. Chtěla bych gratulovat všech učitelů se svátkem a přeju hodně štěstí a dobrou práci.